Саусақпен салған кезде тұзын тура мөлшермен саламыз да. Ал енді қасықпен салғанда кішкене жаңылысуымыз мүмкін. Өмір бақи үйреніп қалған саусақ қой. Қандай тамаққа, қандай мөлшерге қанша тұз салу керек екенін саусақпен білеміз да. Ал Гүлзира ханымның авторлық тағамын жеңдеп жатырмыз қазір. Piyazsız, piyaz. Тамағын жеп жатырмыз ғой. Осындай дәм көріп пе едің? Барлығы бізде осындай процесс. Ойбай, сынып отыр. Тамақ жейміз. Иә, Гүлзира ханымның қолынан тамақ жейміз. Күшті болып отыр барлығы. Гүлзира ханымның авторлық күшті тағамын жегелі жатырмыз. Иісі деген енді мұрынды жарып жатыр. Мінекей, осылай подливпен немесе осылай жесеңіздер болады. Кәдімгідей шынымен сіз айтқандай сочный. Иә, тұр, міне. Баяшы көрінеді ғой. Міне көріңіз, Астында қабырғасы. Енді мұны жеген кезде түрлерін көреміз қазір. Вообще күшті, супер. Сен аштың, енді біздің Индира ашын өзінің тағамын. Мамасы болған тамақ істеп берді бүгін өстіп. Кайын ашылмай тұрып. Супер болып жатыр бізде. Дәм көріп жатыр мінекей. Қараңыздар. Вау, сорпасын көрсетсей, сорпасын. Астында маймен, иә? Осылай күшті. Теңізде. Ішінде күшті ребрышкалар жасалған. Енді дәмін көріңдерші. Соған асығып тұрмын, дәмін сендер көргенше асығып тұрмын. Мыналардың бәрі комиссия мүшелері. Мен поварларға үйреттім, бұлар комиссия болып жатыр бүгін енді. Пиязбен екен. Сендегі пиязбен, ана кім Индирадағы пиязсыз, иә? Екеуін екі түрлі. Piyazsız, piyazbен. Дәм таптың ба? Вообще вкусно. Вилка? Еті жұмсақ болып шықты. Дәм таптың ба? Вообще вкусно. Вилка? Еті жұмсақ болып шықты. Енді біреуін дәм татса енді асық босып тұра беремін бәнді өстіп. Қолым алып кетті. Қандай екен? Енді мынаны вообще мощный екен. Қалай? Гүлзира ханымның тамағын жеп жатырмыз ғой. Осындай дәм көріп пе едің? Жоқ, осындай дәм көрдің ба? Гүлжан, осындай тәтті дәм көрдің ба? Дәмді дәм дегенім ғой. Мына тамақты жегімізге жатыр ғой біз. Оны да жеп көріңдер, майға мырдың. Арасында боламыз, қазір Эльмира сіңлімнің осы керемет кәусәрден қарасындамыз. Ал елдің бәрі кетіп қалғанда мен келдім Прима салонына. Осылай. Бүгін өзіме өзім қарайтын күн. Маникюр, педикюр, шаш деген сияқты. Бәрін реттеп аламын. Бұйыртса, ертең менде түсірілім. Неге Прима салонына келіп қалдым? Бұл жаққа келуім себебі. Негізі әйелдерге бір күн уақыт керек та. Шаш бояту, қырық бір деген сияқты, маникюр, педикюр. Бұл жерде бір сағаттың ішінде барлығы деді, бұл приватның суда осылай. Сосын осы жаққа асыған және неке қыздар өте әдемі жасайды барлығын. Прима салонына асықыңыздар қыздар, уақыттарыңызды үнемдейсіздер бір жағынан сапалы жұмыс. Кешкі шайдың орнынан Берекең бәрімізге қауын сойып беріп жатыр. Улап-шулап өзіміз тойдан келдік. Түн жарымда осылай.
ас болсын заңғар. Күшәнні? Күшәнні. Қой. Үйде душ алмай жақтыма. Жүрегі Шымкентте. Мен деген мантыны қолмен жеймін ғой. Бешбармақты, палауды қолмен бар ғой. Дәнді болады ғой. Мынау тем более жареный манты мощный, сочный екен да. Байқабатсың ба? Сенкі де күшті ғой, а? Менікі папа. Не қарамайды. Кино. Иә. Бұдан кейін шашлик. Қалай болады? Иә. Бұл жердің сусындары да жақсы. Міне ұшақтан түсе сала, жақсылап әл жинап алайық, сосын жұмысқа кірсеміз деп. Қазір неге көкшенға келіп отырмыз. Үйреніп қалған жеріміз ғой енді. Осы жерге тамақ жеп алып екен. Кәм? Ас болсын. Басқа ештеңе қажет емес пе әпке? Маған еще сырдықмен деп едің ғой. Телятина қазір шығып жатыр, 2-3 минут. Все. Басқа барлығы жақсы ма? Екеуміз ауысқан ғой, міне. Ас болсын әпке. Қалағанша мен енді тауық емес, мен бүгін сиырдың жылқының осылай еттер жинадым ғой. Күшейіп алайын деп. Мен осы жерге келгенде жеп тұратын дәм бұл. Өте керемет. Ыстық қып бауырсақ пісіріп алып келді. Рахмет қыздарға. Оның алдында чесночный нан алып келген, иә? Ол да дәмді болды. Жеп қойдық. Иә, жеп қойдық оны. Майынсын де жеп қойдық, кәуабын да жеп қойдық. Енді осы кеп жатыр. Күштенді. Шымқалаға келген сайын міндетті түрде осы жерден басталады. Менің алмағаштарым. Дайын ба баламдары? Неге тапшанда тұрдың? Шай ішеміз. Бас сүйен суыт қатты дайындап болған. Шанның астына от жағып суын дайындап қойды. Осы жерден де болмаса тапшында шай ішеміз. Сізді бір суретке түстен бола ма? Мен сөйткесем дейсіз ба? Сөйткеміз. Ау, Керіңіз тесіз солай. Иә. Миржан? Ал Миржан түсе ғой. Қайрат мама қоя. Мен қайратпен бірге суретке түстім айналып. Түсіп келе жатыр екен. Телевизорда басқаша көрінеді ғой. Бір кішкентай сияқты. Ол менен де биік здоровый болатын ғой кәдімгі. Түсіп келе түссе, есім түсім болады десем қайрат дейді. Жанымдағы күнді сізден суретке түсіп алсам боламыз. Баланы бірінші мәрте көрдім. Сіз қарапайым деген. Ау? Қарапайым деген. Жоқ, мына Султан деген. Болдырақ. Ене деген. Келіңдер қыздар.